Бүгін сіздермен сметанник пирогын пісіруді үйренеміз. Пирог өте әдемі, нәзік, дәмді болып шығады. Пирогқа керек ингредиенттерді видеоның соңына описанияға жазып қоямын. Алдымен майды аламыз, оның үстіне қопсытқыш қосылған електен үзілген ұнды саламыз. Жақсылап қолымызбен ұн мен майды бірге араластырамыз. Кішкентай ұнның түйіршіктері пайда болу керек. Пайда болған түйіршіктеріміздің үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап қасықпен араластырамыз. Жұмыртқаны және қаймақты қосып, араластырып, қамыр илейміз. Кейін қамырды қолымызбен араластырып, жақсылап бір-біріне біріктіреміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа салмай, формамызға екіге бөліп, жақсылап жайғастырып шығамыз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатқан болса, қолдарыңызды оңға матырып, жақсылап видеодағыдай жайып шықсаңыздар болады. Енді қалған қамырды шеттеріне бортик ретінде жасап, қойып орналастырып шығамыз. Бұл қаймақты массамыздың ағып кетуін алдын алады. Шеттеріндегі бортиктары биік болғаны дұрыс. Қамыр әдемі әлі біркелкі болып шығу үшін бізге шанышқы қажет болады. Шанышқының көмегіменен пирогтың шеттерін үстіп басып шығамыз. Қамыр ортасы көтеріліп кетпеу үшін осындай тесіктерді де жасап шығамыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз қаймаққа қант және жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салмасы дәл осындай сұйықтықта болуы қажет. Дайындап қойған қамырдың үстіне қаймақты массамызды құямыз. Қаймақты массаның сұйықтығы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Пирогтың салмасы формасын ұстап тұру үшін пирогты әбден суығаннан кейін кескендеріңіз жөн. Сол кезде пирогтың салмасы өзінің формасын ұстап, ерекше дәм беріп тұрады. Пирогтың ерекше болатыны соншалық, келген қонақтар қаймақ қосылғанын байқамай қалады. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.